Құрметті достар, мен бір нәрсе айтып кетейін. Мен осыдан тура 2 күн бұрын ба, 3 күн бұрын ба YouTube каналға видео жүктеген болатынмын. Онда өзім жасаған таңба дейтін видео салдым. Таңба жасағанмын. Ағылшынша R, сосын Z. Соны көрерменде сұрақ қойып жатыр комментарийда. Неге Z дейді? Неге Z болғанда енді Z дейтін әріп ағылшынша, латынша шрифтімен жазылғанда заңғар дейтін ұлымның бірінші әрпі. Сондықтан Z-ны алдым. Сосын R дейтін өзімнің, Ринат дейтін есімімнің ағылшынша жазғанда ең бірінші әрпі. R, Z. Мен ол таңбамды былтыр айғырға да басқам. Айғырдың таңбасы 96 Z. Қолдауында R бар, байталдарымда қолдауында Z, артында санында R таңбасы бар. Сондықтан менің таңбамның Z әрпінің саясатқа, болмаса Ресейге ешқандай қатысы жоқ, достар. Соны ескеріп жүріңіздер. Келесіде ондай сұрақ қоймағандарыңыз жөн деп ойлаймын. Неге Z деп? Сондықтан мен бұл нәрсеге, бұл сұраққа былтырда жауап берген болатынмын. Канал көрерменіне таңбам жөнінде, Z таңбасы жөнінде жауап деп былтыр мен жүктедім. Сол жөнінде айтқан болатынмын. Малға келе қалдық, достар. Тағы бірдеңе көрінетін сияқты. Тағы бірдеңе көрінетін сияқты, қуанышты жағдай. Қазір жақындайық жайлап. Оппаньки. Тағы бір қолын жүр, достар. Сүйінші. Мен көшім бием туғдау деймін осы. Басқа ештеңе көрінбейді, осы көшім бие туған сияқты болып тұр маған. Шөп жақсы мынау егіннің орнында. Едәуір шөп бар, малдың бәрі біршама үйе жатыр, айналады. Қалайсыздар, достар, амансыздар ма? Мал жандарыңыз аман ба? Барша каналдың көрермендеріне тағы да ассалаумағалейкум деп қояйын. Машалла. Маша мініп тұр. Көшім бие туған екен. Туған екен. Көшім бие туған екен, жиги. Таман. Көшім бие туған екен. Ырғашы қолына бар. Жат. Тәлтіріктер жат. Қарақ қояд. Атаман. Бұл да бір жақсы жаңалық болды. Бұл биені былтыр 2 бие қостым ғой, біреу осы көшім бие, сосын екіншісі мына шетте жүрген көк бие. Бірінші осы көшім биені әкеліп қостым. Ол кезде құлынымен келді. Енді ол ана жақтан шығып келгенін, ана айғырдан, әлде мында келіп атаманнан шыққанын мен енді дәл біле алмадым. Әйтеуір биыл туды. Құдай қалап. Бұл жалғасы. Тек анау бірінші құлынның атын
Старт деп қойдық, старт. Старт. Әдем емес пе? Қолымның қойғаны. Старт деп қойдық. Екінші қолын жалғасы. Анау көкпемде майға қарай барып қалатын сияқты деп ойлаймын. Содан кейін мына екі байталым бар. Бұл байталдардың шыққан-шықпағанын білмедім. Шыққан жағдайда сол күзге жетпей тамыз айына дейін, августке дейін туса, кеш баз болғанның өзінде жақсы болып кетеді. Екінші құлын үйірдегі. Осындай жағдай, жігіттер. Серый, Машенька. Ал неге осылай жасайды ал? Канал көрермендеріне сұрақ. Жылқылар. Бірін-бірі. Тәжірибесі бар. Ағаларымыз болса, бауырларымыз болса, ойларыңызды комментарийға қалдырып отырыңыздар. Желкелері қышып кетемекен ақыры. Тоқтай қалып бір-бірінің желкелерін тістелей бастайды. Қасымның келеш жағын ауысты. Серега, атаман, кел. Ай, молодец, атаман. Мына құлын кешелі. Бір-екі күнде туған құлын ғой, не болса да. Бізде кеше емес, алдыңғы күні, осы бір 2-3 күндікте күн салқындады кәдімгідей. Қатты жел болды. Күн салқындап, ауладағы ағаштардың, мамамның отырғызып қойған гүлдерінің бәрі сүмірейіп қалды ғой. Бүгін тек кішкене жайлап көтеріліп жатыр. Жаман сүмірейіп қалды, тал-теректер, гүлдері бәрі. Бүгін күн жақсы, жылынды кішкене. Осындай жағдай жиге бізде. Күн жақсы болып тұр. Қатты жел жоқ. Кешкілік осы тек шығып кеттім жаңа. Таңертеңгі сигналым. Анау жақтан келген бері қарай жылжыпты. Анау балдың арғы бетінен келген екен, таңертең бері қарай осы жүріп жатқан уақыттары олар. Анау тай. Анау байталда туғу керек. Атаман, красавчик, атаман.
Машинка. Бұйырса, Құдай қаласа, мына ортасында тайды балама үйретеміз. Иншалла аман болсақ. Осы көп кешікпей ауылға алып барам. Аяқтарын өрелеп, жақсылап, көрші бір іншекте тоже бір тайымды үйретем дейді. Құдай қаласа. Оның да ұлы бар тұғын. Мен де сол балама үйреткім келеді. Күйлер жаман емес. Жақсы. Міне мынау байталым. Мойынның жүні түсіп, қатты арық емес енді, бірақ осыған бір укол салып несіне жібергім келіп тұр. Әлде өздерінің бір осындай не уақытында, түлейтін уақыты ма? Үстінің жүндері түсіп кәдімгідей нетіп қалыпты. Машинка. Серый. Серега. Серега. Кішкентай ұрғашы қолында бар екен. Түсінбей тұр ғой. Бұл қалай деп, бұл кім деп. Тек саны түгел. Барлығы жүр екен. Шүкір, жаман емес. Көріп кетейін іштеп келдім. Түгендеп кетейін, көріп кетейін деген ойым, басқа ешқандай не болған жоқ. Шаруа. Жалпы негізі қамауым керек. Мынау қолындар кішкене құлақтансын деп едім. Құлақтанғасын апарып, қамап, дәрілер әкеліп қойған. Ана байталымды егуім керек, құртын түсіріп, андай пасты дәрі алғам. Сосын пасты дәрі алғам. Сосын үйде витабутан витаминдер бар. Сосын мультивит минерал деген екпелер бар. Оларды былтыр алып қойғам. Соларды егіп жіберуім керек, Құдай қаласа. Бұйырса, кішкене дальше больше көтеріліп, әлденіп кетулеріне жақсы болады ғой деп үміттенем. Биыл дүниежүзін шығып тұрған байталдар ана сіган екеуі де. Осы Маша үшеу. Маша құлындады бірінші. Мына екеуі либо айғырдан шықпай қалды, болмаса жай буаз. Мынау Тұрлан дейтін құрдасымдікі, бұл енді буаз. Бұл да осы майға баратын, болар майда аяқтайды, үйінге барама. Бір жақсы бір сондай уақытта туса екен деп тілеймін, не болса да. Ешқандай ертек болмайтын, әуреге салмайтын. Серый.
түлеп жатыр. Старт. Еркек құлын. Соғымдықтар. Енесінің қасына қалмайды. Тәлтіректеп. Осындай жағдай, жігіттер, достар, аға бауырлар, апа қарындастар, әрқашанда маған тілекші болып отыратын, өздерінің тілекші екендерін білдіріп, комментарий қалдырып, ойларын жазып отырады. Сіздерге деген құрметпен Атакәсіп Қазақ YouTube арнасы. Видеоны лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазыла кетіңіздер. Әлі талай жақсы, қызықты, әдемі видеоларды сіздер үшін осы каналға жүктейтін болам, түсіретін болам. Подписаться, төменде тұрған подписаться кнопкасын басып, каналға тіркеле кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Біздегі жағдай осындай. Бүгін малға шыға қалдық. Тағы бір құлын үйірге қосылған екен. Құдай тағала берекесін берсін деп жатыр. Шүкір. Жаман емес, жемісін көріп жатыр. Еткен еңбегіміздің. Ассаламу алейкум баршаңызға.